смартфонмен қалай прошивка жасау керек екенін көрсетемін сіздерге. Chrome'ды ашамыз, Wi-Fi-ді қосамыз міндетті түрде. Так, Wi-Fi-ді роутерді қосып қоямыз міндетті түрде. Одан кейін IP тересіздер. Дәл осылай тересіздер. 192.168.8.1 деп тереміз. Одан кейін андай пароль Wi-Fi-дан не істей кіреді настройкасы. Одан кейін көбінде обычный пароль админ болады. Мен парольні өзгертіп қойған болатынмын. Өзім паролімді теріп жатырмын. Так, выход деген басамыз. Одан кейін дополнительно. Одан кейін обновление басып, осы жерде локальный обновление дегенді басамыз. Осындай қара фон болып қалса, осылай кейін қарай алыстатасыздар. Осылай қолмен жақындатып алып, алыстатасыздар. Обзор. Одан кейін инструкция мен выбор деп тұр. Менде Honor'да солай шығып тұрады. Басқа Android'терде файл деп тұруы мүмкін. Осы жерде жаңағы мен WhatsApp'тан жіберетін боламын сізге файлды отдельно сохранять етіп қоясыздар бір жерге. Так, менде Honor'да басқаша болады. Файл дегенде мен сохранять етіп қойған болатын. Так, загрузканы ішіне сохранять етіп қойған болатынмын. Так, загрузканы ішіне кіремін. Мінекей H155.380 деген осы пинді таңдаймыз да, осылай галочканы басамыз и обновить дегенді басамыз. Мен мынау роутер обновлетілген, мен обновитпен бұны. Осы обновить дегенді басаңыздар, бірақ роутерден 5 минут обновление жасалады. Одан кейін осы автоматически перезагрузка етіледі. Одан кейін қайтадан осы IP-мен кіресіздер Wi-Fi-мен. Одан кейін новый версиясын қабылдайсыздар. Одан кейін жаңағы басқа сим-карта салып тексеріп көрсеңіздер болады. Так, скоростьті тексеріп көреміз. Спектіспен. Ішінде тұрған Tele2 нөмір. Почти 100 мегабайт. Скоростьті тұр. Достар, видеоға лайк басып, комментарий жазамыз, WhatsApp-қа жазамыз. Осы файлды жіберемін WhatsApp-тан сіздерге. Любой сим-карта қабылдайтын болады. Роутерларымыз универсальный роутер болады. Бұл роутер только Қазақстаннан ғана емес, басқа СНГ бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, Өзбекстан, Қырғызстанға барсаңыздар да, солар сондай сим-карта, өздерінің сим-картасын салып пайдалансаңыздар болады. СНГ бойынша жұмыс жасайды. Как смартфон құсап пайдаланасыздар. Сіздерге ескерте кетейін, дәл осы екі роутерге жасай аласыздар. H155.380 деген роутер. Осындай Altel және Tele2 түрі болады. Дәл осындай 5G роутерге прошивка жасаймыз.